Құран кәрімнің түсуі. Пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммед саллаллаху уассалам өзіне пайғамбарлық міндеті жүктелмей тұрған кезде ол біраз уақыт Меккеге жақын Нұр тауында Хира үңгірінде оңаша болады. Күні-түні Алланың ұлылығын ойлайды. 610 жылы Рамазан айында дүйсенбі күні сол Нұр тауындағы Хира үңгірінде бар болмысымен Аллаға беріліп отырған. Міне осы кезде періштелердің ең ұлысы Жәбірейіл Алланың әмірі бойынша пайғамбарымызға келіп, оқы дейді де, бұл әмірді 3 рет қайталайды. Сүйікті пайғамбарымыз не оқиын деп сұраған кезде Жәбірейіл алейхиссалам Құран кәрімнің 5 аятын жеткізеді. Осылайша алғашқы уахи келіп, Құран түсе бастайды. Алғашқы уахи келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху уассалам 40 жаста еді. Алғашқы түскен және Құран кәрімдегі Аллақ сүресі басындағы 5 аяттың мағынасы мынандай. Біріншісі: сондай жаратқан Раббымның атымен оқы. Екіншісі: ол адам баласын ұйыған қаннан жаратқан. Үшіншісі: оқы, ол Раббың аса артақты. Төртіншісі: сондай-ақ қаламмен жазуды үйреткен. Бесіншісі: ол адамзатқа білмеген нәрсесін үйреткен. Құранның түсі бастауымен Хазіреті Мұхаммед саллаллаху уассалам соңғы пайғамбар екенін білдірілді. Құран кәрім кейде аят-аят, кейде сүрелер болып бөлек-бөлек келіп, 23 жылда толығымен түсіп бітеді. Аяттар көбінесе бір сұраққа немесе оқиғаға байланысты түсетін. Құранның ең соңғы түскен аяты Бақара сүресінің 281 аяты мағынасы мынандай: Аллаға қайта оралатын және ешқандай әділетсіздікке ұшырамайтын әркімнің еңбегі өзіне кемтілмей толық берілетін күннен қорқыңдар дейді.